Баршаңызға сәлем. Бүгін алма қосылған бәліш шарлотка жасаймыз. Бірінші жұмыртқаға шекер қосып, ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Сосын ерітілген сары май қосамыз. Онға қамыр қопсытқыш пен ванилин қосып алып, массамызға аз-аздан сала отырып араластырамыз. Қабығы ашылған алманы турап, қамырмен тағы да араластырамыз. Енді 22 сантиметрлік формаға, немесе менікінде силиконды формаға саламыз. Бетіне де алманы видеода көрсеткеніндей орналастырамыз. Бірақ силиконды формада беті астыңғы жағына кетеді. 160 градуста қызып тұрған пеште 45 минутта пісіріп аламыз. Піскенін таяқшамен тексеріп алыңыздар. Шарлоткамыз дайын. Мен бетіне қант ұнтағын септім. Алманың дәмі бисквитке сіңіп, ерекше дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептлерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.